Қазақ радиосының әуе толқынында басты тақырып. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Қазақ радиосының тікелей толқынында басты тақырып. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Мемлекет басшысы жақында маусым айындағы Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі республикалық референдумнан кейін қабылданған бірқатар маңызды заңға жария түрде қол қойған болатын. Президенттің пікірінше, бұл заңдар референдум нәтижесінде билік тармақтары арасындағы байланыстың жаңа үлгісін қалыптастыруға, мемлекет басқару ісіне азаматтардың қатысуына жол ашуға мүмкіндік туғызады және адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесін нығайтады. Солардың бірі прокуратура туралы конституциялық заң. Аталған заң нені реттейді, оның қоғам үшін қандай пайдасы бар? Біз бүгінгі хабарда осы сұрақтарға жан-жақты жауап алуға тырысамыз. Студия қонағы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы стратегиялық дамыту департаментінің бастығы Нұрдәулет Сүйіндіков. Ендеше Нұрдәулет Мықтыбекұлы, ғасыр тарихы бар қара шаңыраққа қош келдіңіз. Кешір. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, егер тақырыпқа орай спикерге қоятын нақты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, ал елорданың қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей тамашалай аласыздар. Нұрдәулет Мықтыбекұлы, енді маңызды мәселеден бастайық. Енді прокуратура туралы конституциялық заң қабылданды. Жалпы конституцияда бұған дейін де прокуратура туралы арнайы бап болды. Жалпы прокуратура туралы бұған дейін де өздеріңіздің заңдарыңыз болды. Жалпы мына конституциялық заңның маңызы неде, бұны қабылдаудағы жалпы ар жағында не жатыр? Мәселені осыдан бастасақ. Сұрағыңызға рахмет, Азамат мырза. Ең алдымен қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандар. Енді жылымыз аяқталып келе жатыр. Барлық тыңдармандарымызға биылғы жыл сәтті аяқталсын дейміз. 2022 жылға артқан үміттеріңіз ақтала берсін дейміз. Енді сіздің сұрағыңызға келсем, енді бұл конституциялық заңды қабылдау, бір сол конституциялық деген сөзді қосып, бір қосымша әсер беру емес, бір әсерлі сын есім ғана емес. Оның үлкен мән мағынасы бар. Мемлекеттік тұрғыдан алған кезде конституциямыздың бірінші бабында Қазақстан Республикасының басты құндылығы ол адам, оның құқығы және заңды мүдделері дейді. Сондықтан еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің наурыздағы жолдауында осы адам құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етудің мемлекеттік тетіктерін нығайту қажеттілігіне назар аударды. Осы тұрғыда прокуратура туралы арнайы конституциялық заң қабылдануын және осы қызметтің конституциялық деңгейде реттелу жөнінде тапсырма берді. Бұрын бұл конституцияның бөлігі сот және сот төрелігі деп аталатын. Қазір жаңа конституциямыз бойынша референдумнан кейінгі сот төрелігі, соттар және сот төрелігі, прокуратура және адам құқықтары жөніндегі уәкіл деп 3 институтты бекітті. Яғни осы 3 институт, 3 субъекті еліміздегі әрбір адамның және азаматтың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге міндетті. Конституцияда осындай үлкен мәртебе берілген соң, осы әрбір 3 субъектінің қызметі жоғарғы деңгейдегі заңмен реттелу қажет болды. Құқықтық тұрғыдан алған кезде конституциялық заң өз елімізде барлық құқықтық актілердің деңгейлері бар. Әрбір жоғары тұрған деңгейдегі құқықтық акті төменгі тұрған актілерге жаңағы бағдар болып табылады. Егер төмен тұрған актілерде қарама-қайшылық болса, неғұрлым жоғары тұрған акт нормалар пайдаланылады. Ал конституциялық заң конституциядан кейінгі деңгейдегі акті. Кодекстер, басқа заңдар барлығы осы конституциялық заңға бағынады. Сондықтан егер келешекте осы біздің жаңа заң қабылданған соң заңдарда, кодекстерде, басқа да нормативтік құқықтық актілерде қарама-қайшылықтар болып жатса, ең бірінші кезекте конституциялық прокуратура туралы заңға соған жүгінетін боламыз. Яғни мемлекеттік тұрғыдан алсақ та адам мен азаматтың құқықтарын ең жоғарғы деңгейге қойып, құқықтық тұрғыдан алсақ та бұл мәртебенің маңызы мен мәні өте зор. Яғни ашық қоғам қалыптастыруға да бір үлкен мүмкіндік береді. Бұлай жалпы әділетті Қазақстан деп жатыр. Әділетті Қазақстан, еститін мемлекет деп
айтылып жүрген президенттің тапсырмалары, президенттің саясаты дәл сол бағдарламалардың, дәл сол саясаттың аясында жүргізіліп жатқан, қабылданған заң. Енді жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып кетсек, конституциялық заңға сәйкес енді прокурорлар конституциялық сот пен жоғарғы сот пен адам құқықтары жөніндегі уәкілмен өзара әрекеттесетін болады. Енді бір-бірі арасындағы әріптестік бұрыннан да болды ғой. Енді жаңа нормалар тұрғысында қандай нақты өзгерістер бар? Енді біздің азаматтар үшін ол өзгерістердің қандай пайдасы бар? Әрине, азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін біз кешенді жұмыс атқаруымыз керек. Жаңағы айтылып кеткен бірнеше субъекті бар жоғары деңгейдегі. Олар бірігіп қызмет жасамаса, іс жоғарғы деңгейде тиімді бола бермейді. Сондықтан жаңа біздің конституциялық заңда бірнеше тетік қарастырылды. Ең алдымен бас прокурор конституциялық сотқа жүгіне алады. Конституцияның нормаларын түсіндіру туралы, еліміздегі заңдардың конституцияға сәйкестігі туралы, халықаралық шарттардың ол ратификацияны өткенге дейін конституцияға сәйкестігі туралы сұрақтар қойып, конституциялық сотқа жүгіне алады. Ол азаматтардың конституцияда белгіленген құқықтарын қорғаудың тетіктерін кеңейтеді, мүмкіншіліктерін көбейтеді. Өйткені қазіргі конституциялық кеңеске тек шектелген ғана субъектілер жүгіне алады. Олардың қатарына бас прокурордың қосылуы, біздің прокурорлар өздеріңіз білесіздер, аудандық деңгейге дейін республикамыздың барлық аумағында жұмыс жасайды. Өзінің жұмыс барысында, егерде талдау жүргізу, тексеру жүргізу барысында, адамдармен кездесу барысында қандай да бір конституцияда бекітілген адамдардың шектелмеген адамдар тобының құқықтары бұзылып жатқанын көрсе, бас прокурор арқылы конституциялық сотқа жүгінуге болады. Ол бірінші. Жоғарғы сотқа байланысты да қоғамда көптеген сұрақтар туындап жатады. Соттар шешім шығарған кезде, істерді қараған кезде заңға және өзінің ішкі сеніміне, нанымына сүйене отырып шығарады. Бірақ кездесіп жатады, кейде бір норманы әртүрлі түсінеді, соған байланысты әртүрлі шешімдер шығып жатады. Жағдайлар ұқсас, норма бір, бірақ шешімдер әртүрлі. Осындай жағдайда енді жаңа біздің конституциялық заң бойынша осындай жағдайды біз көріп тұрсақ, бас прокурор жоғарғы сотқа жүгіне алады. Сондай жағдайларды жою және төмен тұрған соттарға сот тәжірибесін бірыңғайландыру жөнінде түсіндірме беру туралы. Ол соттарға қатысты. Енді адам құқықтары жөніндегі уәкілді айтатын болсақ, ол енді көбінесе қоғамдық деңгейдегі институт қой. Ол кісі кейбір жағдайда шаралар пәрменді болу үшін мемлекеттің мәжбүрлеу шаралары қажет болады. Тергеп тексеру жүргізу қажеттілігі туындайды. Сондай жағдайда прокуратурамен өзара әрекеттесе отырып, шешімдер, шаралар қолданылады. Яғни жаңағы конституцияда бекіткен 3 органмен, 3 субъектімен де бас прокуратураның қандай деңгейде, қандай тетіктер арқылы жұмыс жасайтынын нақты белгіленіп отыр. Енді жалпы бізде прокуратура дейтін болса, халық бірінші кезекте қадағалаушы орган ретінде таниды, оны бәріміз мойындауымыз керек. Енді конституциялық заң туралы айтып жатырмыз ғой. Мысалға, мәселен жаңағы кез келген адам жүгіну мәселесі, бұл үшінші мәселе. Жалпы бір іс жаңағы тергеу департаментінде жатыр, ол ұзаққа созылып жатыр деп. Бұл енді бір ғана мәселе ғой. Осындай күнделікті жаңағы азаматтық қоғамдағы кез келген туындаған мәселе бойынша жүгіне аламын осы заңға, яғни. Иә, әрине. Кез келген мәселе бойынша. Кез келген мәселе бойынша конституцияда да, басқа заңдарда да ешқандай шек жоқ. Бірақ осы жерде атап өту керек, прокуратура жоғары қадағалаушы орган. Әрбір заң саласының өзінің уәкілетті органы бар. Сондықтан заңда тікелей белгіленген прокуратура басқа мемлекеттік органдарды алмастырмайды деп. Сондықтан ең алдымен туындаған мәселе бойынша уәкілетті органға жүгіну керек. Ал егер сол уәкілетті органдар өзінің қызметін, міндетін, заң алдындағы, мемлекет алдындағы міндетін дұрыс орындамаса, адамдардың, азаматтардың құқықтары мен заң мүдделерін жеткілікті деңгейде қорғамаса, онда прокуратураға жүгініп, сонда прокуратура ол шағымды, арызды өз өндірісіне алып, шара қолдануға құқылы. Заңда түрлі жағдайлар көрсетілген, негізінен негізгі талап осындай, бірақ егер ол кәмелетке толмағандардың құқы туралы мәселе болса, егер адам өзінің физикалық, психикалық ауытқулары бойынша, физикалық жетіспеушілігіне байланысты, болмаса өзге де түсінікті мән-жайлар бойынша өз құқықтарын қорғай алмаса, онда прокуратура ешқандай шарттарға қарамастан ондай арыздарды өз өндірісіне алып, қарап, шара қолдана береді.
Енді президенттің әрбір сөйлеген сөзінде өзіңіз байқайтын болсаңыз, мына шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтардың мәселесін айтып келеді. Енді шағын кәсіпкерлік деген бұл кез келген мемлекетте экономиканың драйвері саналады. Өйткені сол арқылы елдің экономикасы өседі, халықтың әл-ауқаты жақсарады деген сияқты. Енді осы бизнесті қорғауға қатысты қандай мәселелер бар осы заңда? Ол да жаңағы... Енді өзіңіз білесіз, сөзіңізді бөлейін. Мысалға бізде 2023 жылы 1 қаңтардан бастап мораторий аяқталады, салық кодексі бойынша. Бұларға жаңағы салықтан босатты ғой 3 жылға, оның ол да аяқталады. Енді бұл заң оның орнын алмастыра ма дегенде мәселе бар. Толық алмастырмаса да жеткілікті деңгейде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Біз айтып отырық қой, біз жоғарғы қадағалаушы орган болғандықтан Конституцияның өзінде көрсетілген прокуратура өз қызметін заңда белгіленген шектерде және нысандарда атқарады. Біздің қызметтеріміздің бәрінің шегі бар. Біз адамдардың арыз-шағымдарын тек заңда белгіленген жағдайларда ғана қарай аламыз. Тексерулерді тек заңда белгіленген жағдайда ғана жүргізе аламыз. Бірақ кәсіпкерлерге келген кезде президенттің тапсырмасы бойынша бұл тұрғыдан да прокуратураның өкілеттіктері кеңейтілді. Егер кәсіпкерлердің құқығы бұзылып жатса, біз ешқандай шартсыз алдын ала, біз ондай арыз-шағымдарды қарай аламыз. Ешқандай шартсыз аудандық прокурорға дейін тексеру жүргізу туралы шешім қабылдай алады. Ал керісінше кәсіпкерге қатысты тексеру болатын болса, онда ондай тексеруді біз тек президенттің немесе бас прокурордың шешімімен немесе сол тұлғалармен келісу арқылы ғана жүргізе аламыз. Яғни өзіміз кәсіпкерлерді тексере алмаймыз, а егер кәсіпкерлердің құқығына біреу нұқсан келтіріп қол сұғып жатса, онда ешқандай шартсыз, алдын ала шектеусіз тексерулер жүргізіп, олардың қалпына келтіре аламыз. Бізде көптеген... Яғни, мысалға, бір өңірде осындай бір аудан әкімдігі сияқты, мысалы, шамадан тыс тест деген мәселе бар. Келіп, мысалға, тексеріп жатса, олар сіздерге арызданатын болса, бірден сіздер оларды қадағалап... Бірден ден қою шараларын қолданамыз. Оның үстіне осы эфирді пайдалана отырып айтып кетейін, бізде прокуратура органдарының қамқор деген арнайы мобильдік қосымшасы бар. Сол арқылы кез келген кәсіпкер өзіне қатысты барлық тексерулерге мониторинг жасай алады. Сол мобильдік қосымшада тікелей онлайн режимінде прокурорларға шағым келтіре алады. Сол жерден ақпарат сигнал түскен кезде прокурорлар бірден ден қою шараларын қолдана алады. Бұл жерде тағы түсіндіріп айтып кетейін, кәсіпкерлерге арнайы біздің бұрыннан келе жатқан жаңағы қадағалау актілеріміз, ықпал ету актілеріміз, ол наразылық келтіру, ұсыныс келтіру деген сияқты. Олардың барлығы сіз енгізесіз, жаңағы уәкілетті органның жауабын күтіп отырасыз. Ал қазір біздің конституциялық заңда жаңаша тетіктер бекітілді. Ол қандай? Бірден пәрменді шаралар қолдану. Егер прокурор сіз айтқандай сес деп жатыр қой, енді өзіміз аузымыз үйренген. Сес келіп, кәсіпкердің қызметін тоқтатып, қандай да бір шектеу шараларын қолдап жатса, негізсіз, заңсыз, прокурор оған ұсыныс енгізіп, оған жауап күтіп отырмай, наразылық енгізіп, оған жауап күтіп отырмай, өзінің қаулысымен не 3 күнге дейін сол әрекеттер тоқтатылады, не мүлдем және айқын заңсыз болып тұрса, өзінің қаулысымен ол сестің шешімін немесе әрекетінің күшін жоя алады. Яғни созбастан бірден сол заңсыздықты көрген сәтте прокурор өзінің қаулысымен оны тоқтата алады. Ал егер мысалға шамадан тыс жаңағы белгіленбеген тексерумен келді ол жерге бір белгілі бір мекеме да, енді ол адамдар сіздерге арызданды, жаңағы бізді белгісіз себепсіз тексеріп жатыр. Бірақ олар тексерген кезде сол жерде заң бұзушылықтар анықталып жатыр. Бұндай жағдайда қалай шешіледі мәселе? Әрине, бұл жерде кез келген құқық бұзушылық, заң бұзушылық тасақ, негізгі қағидаттар бар. Егер тексерудің өзі заңсыз болса, заңсыз жолмен алынған кез келген дәлелдеменің күші болмайды. Жоқ, онда екеуі бірдей жазалану керек шығар мүмкін. Жоқ, оны әрбір жағдайда жеке-жеке талдап қарап отыру керек. Әрине, прокурор келіп, кәсіпкердің де тарапынан заңсыздықтар көріп жатса, прокурор қадағалаушы орган ретінде, субъект ретінде әрине өзі де бір оған ықпал етіп, қарап, жұмысқа қызметіне келген соң тиісті баянаттар жазып, оған ден қою шараларын қолдану керек. Бірақ біздің негізгі мақсатымыз ол кәсіпкердің құқығын қорғау. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қандай да бір орган егер жаңа заңсыз тексерумен келіп жатса деп. Ондай қазіргі кезде не мүлде мүмкін емес, не бір аномальды жағдай болуы мүмкін. Өйткені кәсіпкерлердің барлығы қазір біледі. Тексеру жүргізу үшін акт шығару керек, ол акты прокуратура органдарына тіркелу керек. Егер ондай акт болмаса, ол тіркелмесе, ол тексеруге кіргізбеуге құқықты. Оны біз жаңағы
актын тіркеуген кезде ол тексерудің негізділігін қараймыз. Ол жоспарда бар ма? Ол жаңа кәсіпкердің тәуекелдік деңгейіне сәйкес келеді ма деп. Егер сәйкес келмесе, біз тіркеу деңгейінде бас тартамыз. Яғни оған дейінгі бірнеше фильтр бар. Нұрдәулет Мықтыбекұлы, енді біраз нәрсе қамтылған екен да заңда. Енді осы прокурорлардың өздерінің мәселесі қаншалықты бұл заңда қамтылған мәселені енді біз айтып жатырмыз ғой. Біз қазір кез келген мәселе енді әлеуметтік жағдайға келіп тіреледі. Оны президенттің өзі де айтты. Енді төтенше жағдайлар болсын, мынау ішкі істер органдары болсын, жаңағы қорғаныс министрлігі болсын, қазір келіп жатқан азаматтарды аз деп айтып жатамыз. Көбінде жаңа статистикасында шығарып жатыр, өйткені оларда жалақы аз. Кез келген мысалға азамат өзінің жаңағы мамандығын сүйсініп тұрып жасау үшін бірінші кезекте әлеуметтік жағдайын дұрыс болған маңызды. Енді өздеріңіз осы прокурорлардың мәселесі қаншалықты бұл жерде реттелген, қаралған? Әрине, енді өзіміздің жеке басымызға салсақ, біз жалақының көбейе бергенін қалаймыз ғой. Енді кішкене әзіл ретінде. Бірақ дегенмен жалпы алғанда, басқа мемлекеттік органдармен салыстырғанда, жалпы мемлекеттік жүйені алған кезде біз прокурорлар аз жалақы аламыз деп айта алмаймыз. Өйткені біреуден аз, біреуден көп сол құқық қорғау органдарының деңгейінде аламыз. Осы заңды жазған кезде де енді көп қызу талқылауға түсті ғой. Енді осы заң қабылданып жатқан соң оның әзірлеушісі прокуратура органдарының өзі болып отқан соң енді көбінесе бір кейбіреулерде арам ой туындайды ғой, бұлар енді ең алдымен өзінің қамын жасауларын шығар деп. Ондай нормалар арнайы жоқ. Прокурорлардың жалақысы да зейнетақымен қамтамасыз етілуде, әлеуметтік қамтамасыз етілуде, барлығы жалпы құқық қорғау органдарына бірыңғай орнатылған заңдармен белгіленген. Бұл заңда ондай арнайы баптар, арнайы бір қосымша бір үстеме ақы, не болмаса қосымша бір жеңілдіктер қарастырылған жоқ. Бұл жерде қарастырылғаны тек қана біз өзіміздің зейнеткерлерімізді қолдау. Мысалы, зейнеткерлер соншама жыл, 20, 30 жыл, 40 жыл жұмыс істеп, зейнетке шыққан соң жаңа прокурорлық форма дейміз ғой, нысанды киім үлгісі. Сол нысанды киім үлгісін салтанатты шараларға, ресми шақырулар болған кезде заңды түрде киіп баруға рұқсат беру деген сияқты бір сондай бір әлеуметтік тұрғыдан қосымша нормалар енгізілді. Ал материалдық қамтамасыз ету жағынан бұрынғы қалай болды, солай қалды. Бірақ енді прокурорлар жалпы алғанда өкілеттігін кеңейткен соң, мәртебесі осылай конституциялық деңгейге көтерген соң, оған да жаңағы сіз айтқандай ол да бір үлкен мотивация бізге. Біз осындай президент бізге осындай үлкен сенім берген соң, сендерді конституциялық заңда бекітеміз, қызметтеріңді конституциялық заң деңгейінде реттейміз деп абыройымызды жалпы көтерген соң, біздің қазір заң үстемдігін орнату, адамдардың құқықтары мен міндеттерін бір жаңаша деңгейде қорғауға біздің жаңағы талабымызда, тілегімізде зор деп айтсақ болады. Нұрдәулет мырза, енді соңғы сұрақ болсын, қысқаша ғана жауап берсеңіз болады. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, еститін мемлекет, халық үніне құлақ асатын мемлекет. Жалпы президент бұл мәселенің айтылып келе жатқаны 2019-дан бері айтылып жатыр. Енді заң міне жаңадан қабылданды, бұл да енді соның бір парасы. Бірақ енді бұған дейін осы ашық қоғам қалыптастыруда еститін мемлекет қағидаты бойынша прокуратура қандай жұмыстарды атқарды? Заңның тағы бір кішкене бірақ өте маңызды бір ерекшелігін айтып өтейін. Біз прокуратураның негізгі принциптеріне бұл жерде ашықтық дегенді қостық арнайы. Осы конституциялық заңда. Енді бұрыннан да жабық деп айта алмаймыз ғой, бірақ арнайы шегелеп ашықтық қағидасын белгіледік. Енді өздеріңіз білесіздер, біз прокуратура органдары қызметіміздің ерекшелігі бар. Кейбіреулер айтып жатады, ақпарат аз беріледі, немесе шектеліп беріледі деп. Ол біз құқық бұзушылықтарды тергеп тексеріп жататын болған соны ашкерлеп жататын болған соң, кейбір жағдайларда жаңағы экстремистік, террористік, адамның өмірі мен денсаулығына нұқсан келтіретін қылмыстар болып жатады. Оның бәрін күнбе-күн сол мезетте бәрін ашып жайып айтып жатсақ, онда қылмыспен күресу қиын болып қалады, өйткені қылмыскерлер біздің айла әдістеріміздің бәрін біліп отырады. Сондықтан сол қылмыстық істерді, әкімшілік құқық бұзушылық істерін тергеудің мүдделерін ескере отырып, кейбір жағдайда ашықтықты шектейтініміз мәжбүрлік ол. Жалпы алған кезде біз кез келген жиналыстарымыз бар, қоғаммен кездесулеріміз бар. Қазір өңірлерде барлық прокурорларда байқап жатқан шығарсыздар, бұқаралық ақпарат құралдарын. Заң керуені деген үлкен акция жүріп жатыр. Бүкіл облыстық, аудандық прокурорлар ашық алаңдарға шығып, қоғам өкілдерімен, азаматтармен мұң-мұқтажын тыңдап, күнделікті әртүрлі деңгейде кездесулер өткізіп жатыр. Ол бір ғана акция қазір жалпы мемлекеттік республикалық деңгейде жүргізіліп жатқан. Сол сияқты біз өзіміздің ашықтығымызды қамтамасыз ету үшін әрдайым
жоспарларды бекітеміз, тапсырмалар да беріледі, қойылған сұрақтарға да тиянақты жауап беруге тырысамыз әрдайым. Нұрдәулет мырза, сұхбатыңызға рахмет, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сіздерге де сәттілік тілейміз. Біз де өз қызметімізбен халықтың бізге деген үмітін әрдайым ақтауға тырысамыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптесім Нұрзат Рахатұлы және Дәулет Жұмабекұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.